Баршаңызға сәлем достар. Өте оңай жасалатын казинакки жасаймыз семечкіден. Өте дәмді болып шығады, жұмсақ, керемет болып шығады. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер және видеоны соңына дейін қарап кетіңіздер. Ендігі біз семечкіні, мен 75 грамм семечкі, соны біз сковородкаде табамызда, құрғақ табада жақсылап қуырып аламыз қызарғанша. Дәл осылай бізге қуырылды. Енді бұны басқа ыдысқа қойып қоямыз. Одан кейін дәл сол табамызға 25 грамм қантымызды және 40 грамм медімізді қосып, жақсылап араластырып, біздің қантымыз ерігенше дәл осылай араластырамыз. Орташа отта қантымыз еру қажет. Мінекей біздің қантымыз еріді. Ендігі біз қуырылған семечкімізді салып араластырып, бізде 2 пергамент бумагасын дайындап қоямыз. Дәл осы пергамент бумагасына дәл осы семечкімізді саламыз. Ендігі үстіне тағы бір пергамент бумагасын салып, дәл осылай оқтауымызбен дүзеп аламыз. Мінекей, ендігі дәл осылай ыстық болып тұрған кезде бөліп қоямыз. 2-3 минуттан кейін жей берсеңіздер болады. Мінекей, бізді уже казинаккіміз қатты. Дәл осылай кесіп қойғаннан кейін бөліп аламыз осылай. Өте керемет дәмді болып шықты, бір жасағаннан шықты. Сіздер де дәл осылай жасап көріңіздер. Мінекей, біз осылай бәрін жеп қойдық, шаймен керемет болып шықты. Сіздерге видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып, менің парақшама тіркеліп кетіңіздер.